дегенimiz жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы. Бұл аса қатерлі вирустық дерт. Ол ауру емес, ол тек басқа жұқпалы аурулардың жұғуына жағдай жасайды. Яғни адамның қорғаныш қабілетін төмендетеді. Бұл ауру бірте-бірте дамитын, кейде бірнеше жылдарға созылып, адамды өлімге жеткізетін кесел. Ал СПИД ауруының қауіптілігі оның емінің табылмай отырғанында. Бұл дүние жүзінің халқын алаңдатып отырған ғаламдық мәселе. Сондықтан әрбір адам осы ауру туралы жан-жақты білсе. Но до сих пор неизвестно, откуда пришел этот ВИЧ СПИД. Одни считают, что он появился сначала у обезьян, другие, что его искусственно создали люди. Но точно известно одно, что СПИД – это смертельное заболевание, от которого нет лекарства или вакцины. Эпидемия стремительно распространяется по всем странам и континентам. Больше всего от этого заболевания страдает молодежь в возрасте от 14 до 29 лет.